Всем привет, достар. Англияға қалай келеміз? Қанша теңге кетеді? Неғып сен өтірік айтасың, неғып бүйтесің, сен орамал тағып алып деп маған хейт жазып отырған адамдар. Сендерге үйлерінде жатып нечего делать, короче. Басынан бастап айтып түсіндірейін. Англияға қалай келеміз? Қанша айлық шығады? Максимум қанша аламыз? Минимум қанша аламыз? Барлығын айтып түсіндіретін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Ең бірінші, Англияға жұмысқа келу үшін официальный сайтқа заявка толтырамыз. Англияға жұмысқа келудің бір-ақ жолы бар. Официальный сайтқа заявка толтыру. Сайтқа заявка толтыру негізінде тегін. Егер сіз тегін өзіңіз толтыра алмасаңыз, услугаға толтырсаңыз болады. Но ол толтыратын адамыңыз сенімді болу керек. Англияға заявка толтырамыз. Заявка толтыру үшін загранпаспорт обязательно керек. Загранпаспортыңызды және тағы да бір документтер керек. Сол документтерді қолдарыңызға алып, заявка толтырасыздар. Заявка толтырғаннан кейін әркімге әртүрлі уақытта шақыру келеді. Біреуге бір аптада келу мүмкін, или бір айда, или 2-3 айда, или 7-8 айда. Кейбіреулерге бір жылда келеді, кейбіреулерге вообще келмей қалуы мүмкін. Оған ешкім гарантия бере алмайды, ешкім жауап бермейді. Қазақстанда ешкім оған гарантия бермейді. Сайтқа заявка толтырамыз, содан шақыру күтеміз, болды. Басқа ештеңе істей алмайсыздар. Хоть сіз 1 миллион берсеңіз де, 2 миллион берсеңіз де, басқа жолы жоқ. Заявкадан ответ келгеннен кейін онлайн собеседование болады. Одан өтіп жұмысқа қабылдансаңыз, менеджерлар сіздерге өзі хабарласады. Жұмысқа қабылдандың, осындай күні, осындай визаға барасың, ол үшін осындай теңге төлеу керек деп. Визаға ақша төлейсіздер, ақша төлегеннен кейін олар сізге қай уақытта қай жерге барып биометриядан өту керек екенін айтады. Биометрияда ешқандай қиындығы жоқ. Паспорт алған сияқты, суретке түсесіздер, қол қоясыздар, отпечатка тапсырасыздар, болды, басқа ештеңе жоқ. Содан кейін қолдарыңызға визаны алғаннан кейін қай күнге билет алу керек екенін тоже өздері айтады. Сол күнге билет алып, ұшып келесіздер. Ұшып келгеннен кейін кейбіреулерді күтіп алады, кейбіреулерді күтіп алмайды. Әркімде әртүрлі ол тоже. Жұмысқа әкеліп орналастырады. Осындай караванда тұрасыздар. Караванда 6 адам тұрады. Караванға бір аптада 37 или 40 мың теңге арасында ұстайды. Бір аптада бір адам басына. Айлыққа келетін болсақ, айлық сағатына 7,5 теңге 11,44 фунт қазір біз алып жатырмыз. Апрельден бастап 12,44 фунтқа көтеріледі. Сонда біз күніне қанша сағат істейміз? Ол жұмысқа байланысты, тоже сезонға, жұмысқа байланысты. Кейде 4-5 сағат, кейде 5-6 сағат, кейде 7-8 сағат, кейде 10 сағат, ол да әр күні әр түрлі. Менің салған видеоларымда мен ол жерде жазған күніне 100 мың, 150 мың теңге табуға болады деп. Мысалы, бір күнде сізге 10 ящик теруге жұмыс береді. Ал сіз 10 емес, 20, 25, 30 ящик терсеңіз, вот сол кезде сіз 100 мың, 150 мың теңге айлық ала аласыз. Бұл жерде бір аптаның ішінде 400, 500, 600 мың теңге алып отырғандар бар. Бір айдың ішінде 2 миллион табатындар да бар. Ол сіздің жұмыс істегеніңізге байланысты. Сіз қалай жұмыс жасайсыз, солай айлық аласыздар. Сосын маған сен өтірік айтып атсың, олай никак болмайды, аспанда айға бірақ шығардың, үйттің сөйттің деген әңгімені айтпаймыз. Мен 2 жыл болып келіп атқаныма, білгеннен кейін, көргеннен кейін айтып жатырмын. Ешкімді алдап атқан жоқпын. Ешқандай агентствоға 700-800 мың беріп келудің қажеті жоқ. Олар да дәл осы сайттарға анкета толтырады. Егер одан ответ келмей қалатын болса, вот ақшаңыз кетті, сол кезде ішің ашиды. Маған жазып жатқан адамдар өте көп. Агентствоға 1,5 миллион бердік, 700 мың бердік, 800 мың бердік, бірақ ответ жоқ. Еще загранпаспортымыз жоқ дейді, бірақ ақша беріп қойған, толтырмаған, короче, сондай. Сосын Англияға ешқандай тур визамен жұмысқа келе алмайсыздар. Тур визаның шығуы өте қиын. Отказ аласыздар, просто ақшаларыңыз күйеді. Тур визаға отказ шыққан екен, 10 жылға виза берілмейді екен деп кеше маған біреулер шығып жатыр. Көп адамдар шықты, негіз тур визаға тапсырдық деп. Ешқандай тур визаға жүгірмеңіздер. Ең бірінші анкета толтыруға жүгіріп, анкетаны толтырғаннан кейін ответ келеді. Анкетаны толтырыңыздар, главное. Солай.
Бұл жаққа келгеннен кейін тұратын жер береді, продуктіге машинамен апарып алып келеді, өздеріңіз тамақ пісіріп ішесіздер. Кей фирмаларда дождевиктер, етіктер береді, кейбіреулерінде бермейді. Әр фирмада әртүрлі, әр фирманың жұмысы әртүрлі. Айлық сол бір айлық төленеді сағатына, бірақ біреудің сағаты көп істеуі мүмкін, біреу аз сағат істеуі мүмкін, соған байланысты. Англияға 18 жастан 46 жасқа дейін келе аласыздар. Сіздер бір рет Англияға заявка толтырып шақыру алып келсеңіздер, 6 айдан кейін виза біткеннен кейін сіздер елге қайтасыздар. Елде 6 ай демалғаннан кейін олар сізге, егер жақсы жұмыс жасасаңыз, Англияға 2-ші жылға жұмысқа шақырады. Бұл жақта 7-8-10 жылдан бері жұмыс жасап жүргендер бар. Әр жыл сайын өздері шақырып отыратын болады, егер сіз жақсы жұмыс жасасаңыз. Англиядағы жұмыстар полияда, теплицада және складта болады. Жұмыс оңай емес, жұмыс өте ауыр жұмыстар. Барлығына дайын болып келу керек. Ешқандай баламен келе алмайсыздар, бала шағаларыңызды тастап кету керек. 18 жасқа толған балаларыңыз болса, бірге келуге болады. 18 жастан 46 жасқа дейін қабылдайды жұмысқа.